Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Күзембаева Жанар Әскерғалиевна, Балқаш ауданы Бірлік орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбековтың Жусан иісі повесі. Оқу мақсаты: әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Сабақ мақсаты: мәтіннің мазмұнын толық түсініп, көтерілген мәселені анықтайды. Мәтіннің тақырыбы мен идеясын анықтап, әлеуметтік қоғамдық мәселені ажыратады. Шығармадағы әлеуметтік қоғамдық мәселені талдай отырып, идеясын түсініп, жіктеп айтады. Бағалау критерийлері: әлеуметтік қоғамдық мәселені ажыратады. Әлеуметтік қоғамдық мәселені автордың идеясы арқылы көрсетеді. Мәтінде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе туралы өз пікірін білдіреді. Сабағымызды сәлеметсің бе әдісі арқылы бастаймын. Сыныпты екі топқа бөліп аламын: мейірім және төзім тобына. Үй тапсырмасын пазл әдісі арқылы сұраймын. Сайын Мұратбековтың Жусан иісі әңгімесін мазмұндап, оқиға желісін құрастырады, тізбегін жасайды. Дескриптор: Сайын Мұратбековтың Жусан иісі шығармасын мазмұндайды, шығармадағы оқиға желісін ретпен орналастырады. Бұл тапсырманы мен смайлик әдісімен бағалаймын. Келесі тапсырма: әдеби шеңбер стратегиясы. Бұл жерде талқы себепшісі, байланыстырушы, белгілеуші, қорытындылаушы. Бірінші топқа талқы себепшісі мен байланыстырушыны, екінші топқа белгілеуші мен қорытындылаушыны бөліп беремін. Дескриптор: шығарманың идеясы мен тақырыбын анықтайды, шығармадағы әлеуметтік қоғамдық мәселені ажыратады, әлеуметтік қоғамдық мәселені автордың идеясы арқылы түсіндіреді, шығармада көтерілген мәселе бойынша өз пікірін білдіреді. Мен бұл әдеби шеңбер стратегиясын 3 шапалақ әдісі арқылы бағалаймын. Сыныбым 6-шы сынып болғандықтан, жас ерекшеліктерін ескере отырып, сергіту сәтін міндетті түрде жүргіземін. Сергіту сәті ертегі құрастыру әдісі. Баяғыда бір жетім бала болыпты деп бір оқушы бастайды. Басқа оқушылар рет-ретімен бір сөйлемнен айтып, шағын әрі жүйелі ертегі құрастырады. Келесі тапсырма: шығармадағы көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің болу себептері мен онымен күресу жолдарын талдап, өз ойларыңды білдір. Негативтен позитивке әдісі. Оқушыларға 2 стикер таратылады. Біреуі жасыл, біреуі сары түсті. Жасыл түсті стикерге қазіргі қоғамдағы жетімдікке әкелетін себептер жазылады. Сары стикерге жетімдікпен күресу жолдары жазылады. Дескриптор: шығармадағы көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің болу себептерін түсіндіреді, күресу жолдарын талқылайды, әлеуметтік қоғамдық мәселе туралы өз пікірін білдіреді. Бұл тапсырманы мен гүлдер әдісі арқылы бағалаймын. Көк гүл ең көп бір-біріне көмектескен оқушыларға беремін. Сары гүл ең жақсы ойын айта білген оқушыға, қызыл гүл ең жақсы тыңдай білген оқушыға беріледі. Енді оқушылардан кері байланыс аламын, яғни жетістік баспалдағы әдісі. Үйге тапсырма: жетім көрсең жебей жүр тақырыбында ой толғау жазып келу. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.